Сәлем, бүгін сізбен японский чизкейк Сан-Себастьян әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр, шекер, жұмыртқа, лимон, кукуруз крахмалы және де сливки қажет болады. Творожный сырымызды алдымен жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне шекерімізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді кезекте жұмыртқаларымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. «33 немесе 35% сливки құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді кезекте 25 немесе 30 грамм кукуруз крахмалын салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді лимонымыздың согын сығып құятын боламыз 2 шай қасық. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің уже тестамыз дайын. Арнайы ыдысымызға осындай пергамент қағазын төсеп, бұның жасалу фишкасы өзі осыда. Жаңағы тестамызды құятын боламыз. Қызып тұрған 220 градуста пісіріп аламыз. Өзі японский чизкейк күйіңкіреп піседі. Табамызды жақсылап ұрғылаймыз. Өзінің ерекшелігі осы күйіп піскендігінде, сондықтан қорықпай жасап көріңіздер. Енді күйіп піседі екен деп қатты қойып, мен сияқты көп күйдіріп алмаңыздар. Сәл қызарса болды. Осылай өзі іркілдеп тұрады, одан қорқудың қажеті жоқ. Холодильникке 4 сағатқа қойып қоясыздар. Одан кейін алып, өзіңіз қалауыңызша сәндеп, дастарханға ұсына бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.